Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Айзақ, мен жаралы тіс дәрігерімін. Даусым дұрыс естіліп тұрған шығар. Мен сіздерге бүгін кофеардан туралы айтайын деп едім. Кофеардан осылай ауызға салынады. Бұл енді ауызға қалай тұратыны туралы басқа видео жасаймын. Әзірге кофеардан не үшін керек, соны айтып жіберейін. Маған келген жаңағы пациенттердің барлығынан сұраймын келген кезде. Сізге кофеардан қолдана ма осындай деп. Осылай жасатқансыз ба бұрын десем, почти барлығы айтады. Маған бұндай нәрсені бұрын соңды салмаған. Ол не біледі, не үшін салады бұны дейді. Ал кофеардамның шығуына негізінен 160 жыл болыпты, Америкада пайда болғанына. Бірақ Қазақстанда почему-то көп стоматологтар қолданбайды екен. Оны қолданбауының себебі мән бермейді. Бұл мен ойымша не важно деп ойлайды, бірақ олай емес. Өте маңызды. Әсіресе пломба салған кезде, әсіресе тістің түбірін емдеген кезде, нервтерін алған кезде өте маңызды. Өйткені бұл не деп ойлап тұрсыздар ғой, қазір мен суретін қоямын, сіздер түсінесіздер. Мен пациенттерім бәрі біледі оның не екенін. Бірақ маған әлі емделмеген адамдар түсінбеуі мүмкін. Қазір суретін шығарамын сіздерге. Осылай тұрады ауызда. Бұл изоляция, орысша айтқанда, қазақша айтқанда оқшаулау. Нені оқшаулаймыз? Тісті оқшаулаймыз, емдейтін тісті. Не үшін оқшаулаймыз десек, біз бұның не үшін керектігін енді ойымда тұрған ақпаратты айтайын. Ойыма кейін түскендерім болса, кейін тағы басқа видеоға шығарамын. Біріншіден, кариес емдегені не үшін керек? Кариес емдеген кезде біз тісті бірінші уколымызды жақсылап саламыз. Укол салғаннан кейін кофеардам кигіземіз. Кофеардам кигеннен кейін егейміз тісті. Егейген кезде тістің сынықтары, пломбаның қалдықтары адамның тамағына қарай ұшуы мүмкін. Өйткені адамның аузы ашық тұрады ғой. Ары қарай ұшып кетуі мүмкін. Сондай бір қауіп бар. Ал негізі не үшін керек десеңіз, пломба көп жағдайда не үшін түсіп қалады? Пломбаның көп жағдайда түсіп қалуының себебі, пломба салып жатқан кезде сол полысқа, тазалаған жерге кішкентай капля су тиіп кетсе, жаңағы сілекей тиіп кетсе, қан тиіп кетсе, пломба көп уақыт ауырмай ұшады. Мен осы кофеардам қолданып жүргеніме 1 жыл болды ғой, шамамен 1 жыл болды. 1 жылдың ішінде менде ондай жалоб жоқ, пломба түсіп қалды деген. Бұрын кофеардам қолданбай тұрған кезде болатын ондай. Сол не үшін түсіп қалады десек, оказывается, осы изоляция болмағаннан түсіп қалады екен ғой. Бағанағы жерге саламыз кофеардамды, тап-таза, протокол бойынша. Ол жерде жаңағы протравкадан кейін спиртпен жууымыз керек. Ал спиртпен адамның аузы ашық тұрған кезде жуа алмайсың ғой. Ал кофеардаммен спиртпен жуасың. Өйткені адам ары қарай тамағына қарай еш нәрсе кетпейді. Тағы да қандай плюстары бар? Қазір есіме түсіп отыр. Кофеардамсыз жұмыс жасаған кезде кейде осы платок біз сатып аламыз, бұның өзі ақша тұрады. Инструменттердің бәрі ақша тұрады. Может, сол үшін қолданбайды жүр көбісі. Осы бітіп қалған кезде кейде болады, кофеардамсыз жұмыс жасайтын. 1-2 адам болса да болады. Сол кезде менде паника басталады. Мен әбден кофеардамға үйреніп алғам. Кофеардамсыз жұмыс жасаған кезде менде паника басталады. Өйткені адамның тілі қозғалып жатады. Мына жақтан сілекейлер ұшып жатады. Фокус жоқ ана жерде. Бүкіл адам аузына қарап тұрасың. Ал кофеардам кигізген кезде өзің керек тісті ғана шығарып аласың. Ойың бәрі тек қана бір тісте болады. Сол кезде фокус болады да, сенің жұмысың да жақсы болады. Ана жерде сілекей шығып қалады-ау, қан шығып қалады-ау, мынаны қайтем, тілін қайтем. Адам аузына мақта толтырып тастау, ондай жоқ. Тек қана ойың, фокусың бәрі бір тісте болады да, жұмысың әдемі шығады. Анау жатқан пациент те өзін безопасно сезінеді. Өйткені мен өзімнің тісімді кофеардаммен емдеген, тамағына бірден кетіп қалады-ау, бірден деген сияқты ойлар келмейді. Как будто тісіңді сыртқа шығарып емдеп отырған сияқты ощущение болады. Спокойно жата бересің. Мен өзімде сондай ощущение болған. Ал эндо жасаған кезде, эндо деген тістің түбірін, нервтерін алған кезде вообще керек. Өйткені біз белодез деген нәрсемен шаямыз, тістің нервісін алғаннан кейін шаямыз. Сол белодез деген кәдімгі белизна сияқты нәрсе ғой. Адамның аузына тисе өлтіреді, ана адамның аузын күйдіреді прям. Мына жақтан присоспен сорып отырады, сонда да ол капля кетіп қалса, ол страшный. Бұл біріншіден. Екіншіден, адамның сілекейінде қаншама микроб бар. Тістің іші и так та микроб болады. Сен оны шаясың, тазартуың керексің, ана жерде микробтардың бәрін өлтіруің керексің.
Ал сен оның ішіне сілекей кіріп жатсың мына жақтан. Ол қалай болады? Дұрыс, значит, ем дұрыс болмайды. Кофердамсыз жаңағы тістің нервісін алып емдейтіндер не биоладез қолданбайды, не қолданса да аккуратно жұмыс жасайды. Жаңағы пылесоспен сорып отырады. Мен даже кофердам қолданғанның өзіне қорқып отырамын ана жерде бар ғой. Өйткені жай кішкентай бір жері ашылып кетуі мүмкін, немесе адамның көзіне қарап ұшып кетуі мүмкін. Кофердам кигіземін, очки кигіземін. Өте бір қиын нәрсе, шаятын нәрсе ол. Адамның аузын ойып жіберуі мүмкін. Или кофердам қолданбайтындар вообще қолданбайды ол нәрсені. Оны қолданбасаң ішіндегі микробтар өлмейді. Солай, мен қазір ойымдағы ақпарат осы. Егер де тағы да ойыма келіп жатса, тағы да басқа видеолар салатын боламын. Тағы да сіздерден сұранатын, мен мысалы осы жерде подписчиктерім арасында маған емделген адамдар көп қой. Сол адамдар өздерінің нелерін айтып жіберсінші, отзывтарын комментарий ретінде. Жалпы қалай кофердамен емделген, қалай сіздерге ощущениесі, сапасы, жалпы қалай пломбаларың түсіп қалған жоқ па, сол жағынан. Жалпы мен жұмысым жайлы өздеріңіздің ойларыңызды комментарийға жазып жіберсеңіздер, что басқа адамдар, келмеген адамдар көрсін, білсін деген ой ғой. Тыңдағандарыңызға рахмет, осы жерге дейін тыңдағандарыңызға. Видео ұзақ болып кетті, түсінемін. Бірақ осы жерге дейін тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.